Сен тымысқа жалған біле жүр. Сен мұңайғаныңмен күле біл. Сен жылағың келсе шын егіл, өз қалауынша жүре біл, сөре білер күн. Өтер де кетер бұл өмір. Бұл өмір, біліп пен сырын, үміттен бұрын. Бұл өмір, қонардай бағы, болардай бәрі сен еді адам. Басыге ұрса бермеш. Маған әнші болу керек еді негізінде бар ғой. Әнші болғанда күшті әнші болар. Баянауыл басында бұлт кетпес. Дастан, қойшы болды, өтінем, қойшы. Баянауыл басынан бұлт кетпес. Қойшы деймін саған. Болды, қоям. Дастан, шаршамадың ба осы, айтшы, шаршамадың ба? Неден? Арақ ішіп анау безделіктермен қаңғыруға. Одан адам шаршамайды ғой. Ал мен шаршадым, түсінің ба? Мына сорлы өмірімнен шаршадым мен. Тойдым мен де өлім. Шаршап кеттім ұш. Не істеймін, не істеймін? Тағы баяғы әдетіне бастың ба? Қайдағы? Баяғы әдеті ойыншық. Күнде ішеді ғой, күнде. Құдайдың құтты күні. Нанға ақша таппайды, киімге таппайды. Тұратын жеріміз болса анау бейшара болып. Мәулен, сол бар ғой, есірткі шегетін сияқты ше? Қойшы қайдағы жоқты айтпай. Шынымен? Қазір ешкімнің жағдайы мәз емес. Айтпақшы, Жахар ағамен хабарластың ба? Өткенде көргенде түрі ашулы еді да. Жахардың жағдайы қиын. Тыныштық па? Компаниясында ұсталып қапты. Ұсталғанда қоймадан заттар ұрланған дей ма? Енді сол 3 жыл бойына ұрланған заттардың бәрін Жахардың мойнына іліп жатыр екен. Жақында соты болады екен. Енді не болады? Енді не болады? Я сотталады, я болмаса сол ұрланған заттардың бәрін ақшасын орнына қою керек.
Қанша екен оның ақшасы? Оған сенің де, мына менің де шамам жетпейді. Алло? Ау жан? Жарайды. Адиантты ала салам ғой. Жақсы, алам ғой. Азын аулақ бар ғой. Аман болшы әйтеуір. Алло. Баратырмын ғой, не болды сонша? Давай. Сабыржан, сен түсінуге тырыс. Бұл конференция. Бірақ мам, мен де мемлекеттік университетті қызылға бітіргем ғой. Неге маған баруға болмайды осы? Балам, конференцияға баратын оқытушыны тағайындап қойғанбыз. Дидар Масов баяғы. Менің одан қай жерім кем, мам? Әттең, балам болғандықтан әрең шыдап отырмын. Жарайды. Қалған үйге барғанда сөйлесерміз. Кейде туысқандықтың да шеше алмайтын мәселелер көп болады шырағым. Менің өмірдегі үлгі тұтарым Джекиджан. Ол үнемі жақсылық үшін күресіп, жамандықты жеңеді. Алдына берілген қиындықтармен соғысып, бәріне тосқауыл бола біледі. Жарайсың, отыр. Менің өмірдегі үлгі тұтарым. Менің өмірдегі үлгі тұтарым ол Нұрсұлтан Назарбаев атамыз. Ол өте жақсы адам, бәріне көмектеседі. Біз сияқты балаларға мектеп салып береді. Үйі жоқ адамдарға әдемі үйлер салып береді. Біздің тәуелсіз еліміз Қазақстанның тыныш, бейбіт өмірде сүріп жатқаны әуелі Алла. Одан кейін осы кісінің арқасы деп айтады менің атам. Одан кейін ол кісі теннисті жақсы ойнайды. Мен де өскенде президент болды армандаймын. Жарайсың. Тағы мұғиды? Дидар, кел кір. Жағдайың қалай балам? Жақсы, рахмет. Сені шақыруым себебі мынау елбасымыздың болашақ бағдарламасы рухани жаңғыру мақаласы бойынша мына Шымкент қаласында үлкен халықаралық конференция өткізіліп жатыр. Сол конференцияға біз мектептегі ұлағатты ұстаздар келсе келе сені баруыңды шештік. Роза Төлеқызы, мен... Дидар, бізге креативті маман қажет. Ол сенсің. Барлық мәселені, қаражат жағдайын бәрін мемлекет өз қамқорлығына алған. Ол қашан? Ол қазір көрейін. Иә, келесі аптада дүйсенбіде жолға шығасың. Конференция 2 аптаға созылады. Дайындала берсең болады ба? Роза Төлеқызы, мені осындай маңызды іс-шараға таңдап жатқаныңызға қатты қуаныштымын. Бірақ менде бір мәселе болып тұрған еді. Ол не мәселе? Мені білесіз, апам мен атамның үйінде жалданып тұрам.
Енді оның ешқандай қорқатыны жоқ. Апам мен атаңа сұранамыз, айтамыз. 1-2 аптаға ешкімді ала қойма деп. Дұрыс қой, менің айтқым келгені. Мен ол кісілердің үнемі жағдайын жасап тұрам. Ал егер мен кетіп қалатын болсам, олар қиналып қала ма деп қорқам. Оның үстіне 2 аптаға. Дидар, балам, біз жақсы білеміз. Сенің кәрі кісілерге, жағдай нашар кісілерге көмек беретініңді білеміз. Бәріміз білеміз. Мақтан тұтамыз. Қалай? 2 аптаға еш нәрсе қалмас. Біз оған бармасақ болмайды. 2 аптаның ішінде шалман кемпір бір жаққа көшіп кетпейтін шығар. Мен ойлануым керек. Кешіріңіз. Балам, тоқта. Сен сонша ойланатындай өзіңді кіммін деп жүрсің? Сен білесің бе, осы конференцияға бару үшін қанша адамның өтініш еткен? Сен түсініп қой соны. Саған осыншалық жауапкершілік артып тұрғанда, сенің бұлай істегеніңе жөн болсын. Сен өмір бойы сол шалымын кемпірдің үйінде жүрмейсің ғой? Кететін уақыты келеді. Сол кезде не істемексің? Анау тағы жөтелді. Дәрсін беру керек. Жата беріңіз апа. Өзім. Ана қызыл құттағы дәрі. Соны беру керек. Жарайды апа. Қайтейін, шалмау. Қайтейін. Ой, жаным ай. Көке, дәрін ішіп алыңыз. Ай, соның пайдасы. Бар дейсің бе қалқамай. Бар ғой ата. Бар көке. Ішіңіз. Бұл өмір ғой, балам. Тағдырыңа не жазса, соны көресің. Жаратқан ием өмір берсе, қиналмаймын ғой мен. Бәрі жақсы болады апа. Иә. Апа, Не? мені қалаға, халықаралық конференцияға жіберейін деп жатыр. Конференс деген не бәле? Енді үлкен жиын ғой апа. Шетелдерден адамдар келеді. Сондай. Қашан кетпекшісің? Келесі апта дейді. 2 аптаға. Бірақ мен бармайым дедім апа. Бармаған емес? Білмеймін. Барғым кеп тұрған жоқ. Мынау әлгі шайтан арбаға мініп алып,
арлы бері ауылды кезіп жүре берем. Өмірім сонымен өтсін деп жүрсің бе? Қалаға барып, жақсы жаманды адамдармен араласып, өсу жолын таңдамайсың ба? Кейін де өсе берем қапа. Осында 3 жыл жұмыс жасасам, мемлекет маған ақша береді. Оған жер алам, үй салам. Жалпы жоспарларым көп апа. Өзің білгенде балам. Жахар Алтайұлы. Жарты жылдықты жібере берейін бе? Айтпақшы, таңертең сізді сот орындаушы іздеп кеткен. Кім? Кім дейсің? Сот орындаушы. Сен бич? Егер де мені тағы да біреу келесіде іздеп келсе, немесе сұраса, мен жоқпын. Жұмыстан шығып кеткем. Жұмыстан шығып, шетелге көшіп кетіп қалғам. Жарай ма? Неге? Онда сенің шаруаң болмасын. Осының ұсталып қалғанына мен кінәлі сияқтымын ше? Шын. Su verімдерші. Ғафура! Ғафура!
Қарлығаш деген кім? Қайда қарлығаш? Өтірік ақмақ боласың ба, ша? Кім деймін Қарлығаш? СМС жазды ғой саған, қалайсың, қайдасың деп. Сол иығыңмен тұрдың ба, не болды? Дастан, есіңде болсын. Егер де менің сыртымнан біреумен жүретін болсаң ше, айтпады деме, кетіп қаласылам. Ұқтың ба? Шай берші. Түсіндің ба деймін. Шай жоқ саған. Шай берші. Шай жоқ саған. Қарлығаштан сұра оны. Апа, мынаны қараңыздар. Мына бала әдемі жазды. Менің өмірлік үлгі тұтарым Мұхаммед пайғамбар. Оған Алланың рахымы мен игілігі болсын. Ол кісі туралы маған күнде әкем айтып береді. Ол өте жақсы кісі болған. Жарайды. Ақылды бала екен өзі. Иә, өзі зерек бала. Мына баланға қызық болады. Менің кумирім МС Сайлаубек. МС кім дағы? МС ма? МС... Апа, кейін айтайын. Маған ары қарай оқиық қызық болатын сияқты. Сайлаубек өте жақсы кісі. Бізге басқаша жаңа сөздер үйретті. Тіл маманы болды ғой. Иә, сондай сияқты. Иә, тілдің маманы. Көрдің ба? Қайтадан звондап жатыр. Көтермейсің ба енді? Құрып кетсін шығар. Наркоман. Ғафура, меніңше сен оны сүймейсің. Ғафура. Барғым келмейді жүйеге. Даже қасында жатудың өзі противно. Жарайды, онда осында қона сал. Қайдағы? Асылып қалар анау. Жарайды, кофе ішші. Қойш, кетме үйге. Кір жуу керек. Шығарып салмай қоя.
Не істеп тұрсың? Газдан ғой, ақшасын сұрап келді. Неме керек береді бұларды? 3 ай болды ғой төлемегенімізге. Қойш кетіп жата берейін. Тұрып кетеді ғой. Жарайсыңдар балдар. Керемет жазыпты. Мынау араларында кейбіреулерін тіпті мен ойлаған дәрежеден де жақсы жазғандарым бар екен. Енді мынау осы өздерінің үлгі тұтып жүрген тұлғаларыңды тек мынау қағаз жүзінде ғана емес, өмірде де үлгі тұтып жүріңдер. Түсіндіңдер ма? Сосын анау елбасыға, пайғамбарымызға, спортшыларға, әнші жұлдыздарға деген өздерінің керемет ілтипаттарыңды білдіре білсіңдер. Жарайсыңдар. Ағай? Бір сұрақ қойсам бола ма? Қой. Ал сіздің үлгі тұтарыңыз кім? Айтып беріңізші, ағай. Айтып беріңізші. Жарайды, айтам, болды. Менің үлгі тұтарым апам мен көкем. Апам мен көкем? Иә? Сендер оларды танисыңдар ма? Иә. Вот. Міне. Ол кісілер керемет жандар ғой. Өздері маған қарайды. Тіпті мені туған баласындай көреді. Мен мейірімге бөлейді. Ағай? Ал ол кісінің өз балалары бар ма? Неге жоқ? Бар. Онда неге өз балалары болса, осы ауылға келмейді? Иә, егер өз балалары болса, неге оларға сіз қарайсыз? Ол кісілердің қолдары бос емес. Иә. Ол кісілер қалада жұмыс істейді. Ал мен не? Мен қолым бос. Осы ауылда, мектепте. Ол кісілер мемлекеттік маңызы бар шаруамен айналысады. Рас па? Иә, әрине рас. Ол кісілер өздері келмесе де ай сайын көп ақша салып тұрады. Түсіндіңдер ма? Иә. Ағай? Ал. Онда ол кісі бүгіннен бастап менің кумирім. Мен де апам мен атама көмектескім келеді. Ешкім ойламайды да. Өмірдің бүкіл ауыртпалығы менің мойнымда. Күйеуімнің отырысы мынау. Тамақ жеу, арақ ішу, туалетке бару, одан басқа қолынан дым да келмейді. Жақып келмейді. Свет жөндей аламын мен. Тым болмаса осындайда көмек сұрап барады, ата-анам да жоқ қой. Неғып жоқ? Алда бар емес пе? Бар болған қайтейін? Мүгшең, мүгедектер. Солар маған бірдеңе бере ала ма?
Қойшы. Солай. Ал сен не дедің? Бармайым дедім. Неге? Өзің де білесің ғой, Назия. Көкем жағдайы қандай екен. Апам да білдіргісі келмейді, бірақ бәрін көріп жүрмін ғой мен. Оның үстіне ол кісілердің үйінде тұрып жатқаннан кейін ба, бір артық қылық жасауға да қысыласың. Ассалаумағалейкум, Болат аға. Бүгін тамақ ішеміз бе, жоқ па? Иә аға, қазір. Шахар, тыңда мені. Мен саған бірдеңе айтайын. Осылай қоян ұқсап қашып жүре берсең, бір күні болмаса біреу атып кетуден тайынбайды. Оғасың ба? Оған Бореке. Сонда қоймадағы тауарларды ұрлап, контрабанда жасады деген айып тағылады ғой. Солай емес пе? Бореке, сіз сонда не айтқыңыз келіп тұр? Қоймадағы заттардың қайда кеткенін мен шынымды айтсам білмеймін. Менің түкте қатысым жоқ ол жерге. Өзінен өзі жоғалып кеткен ғой тауар. Менің ойымша, біздің компанияда біреу ұрлық жасап, кейін менің мойныма іліп тастады. Кім болуы мүмкін? Сол сұрақ мені де мазалап тұр ғой, Бореке. Тергеуші не дейді? Ол не деуші еді? Жоғалған заттардың орнын жапта, жазаңыз жеңілдет дейді. Бореке, сіз мені жақсы білесіз ғой. Менің барып ақша сұрап, қақпаған есігім қалмады қалада. Баяғыда жаннан дос болып жүрген, жан дос болып жүргендердің ешқайсы жоқ қазір. Бәрі зымыз-мия жоқ болып кетті. Қиын екен. Жазықсыздан жазықсыз кетейін деп отырмын, Бореке. Шахар, бұның барлығын кім істеп жүргенін мен білмеймін. Бірақ балықтың барлығы сенің қоймаңнан шығып отыр. Оны бәрі біледі. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Одан да ақша тап, орнын толтыр. Сөйтте ары қарай жүре бер. Түсінікті, Бореке. Өзім шешерім бір нәрсе қылып. Аман болыңыз. Сен таңғы
басқа жалған біле жүр. Сен мұңайғаныңмен күле біл. Сен жылағың келсе шын егіл, өз қалауынша жүре біл, сөре білер күн. Өтер де кетер бұл өмір. Бұл өмір, біліп ем сырын, үміттен бұрын. Бұл өмір, қонардай бағы, болардай бәрі сенеді адам. Тым қалады әркез көңіл құр, шын сүйініш таппай сенім жүр. Сен өзіңе өзің сеніп жүр, жаныңа кім бар жұбаныш, қуаныш мұң.